Сен қалада не бүлдіріп жүрсің, а? Мен қазір сені жақсылап тұрып жазалаймын. Сенің бұл құлағың дұрыс болмады, балам. Қазір саған көрсетем. Ал чемоданыңды алды, ауылға бар. Не? Жарайды. Кешіріңіз, өтінемін, кешіріңіз. Кешіріңіз, қазір сізге көмектесейін. Кешіріңіз, тағы да. Не деген адамдар? Досым, қалайсың? Ауылға келіп қой, сол ауылға келіп жатыр, өзі не істеп жатырсың? Алдындағы ісім үшін кешірім сұраймын. Мен де қазір сізге тамақ берейін. Ауылға не үшін келіп едіңіз? Бір себептер болып қалды. Достар, мен ана жігіттің кафеге басқа қыздармен барғанын сізге көрсетейін дегем, ол видеоға түспей қалыпты. Соны айтайын дегем, көріңіздер. Неге келдің? Кет. Керегі жоқ. Кет, давайте бар. Сәлем, атың кім? Мен анадан баймын ғой, неге мен жақсы көрмейді? Мен қазір олың ақшасын алып алып, қызың алды деп айтам, сосын ол маған ғашық болып қалады. Мынау кімнің ақшасы? Ей, тоқтарлықшы, оның ақшасын алуға болмайды. Неге аласың оның ақшасын? Сонда не болып жатыр? Ана сенің ақшаңды ұрлап алып, мен қойын десем қоймай жатыр. Кешір. Мен емес. Ол мен емес. Сен неге өтірік айтасың, мен көрмеді дейсің ба? Басқа жаққа тығайыншы. Ол біліп қойды ма не? Не болды? Ештеңе. Тұршы, жарайды. Мынау кім тағы? Мен сағызымды ал. Жеңней бер. Рахмет. Рахмет, көп. Оқас жоқ. Қазір мен көрсем. Бері кел. Не болды? Сен. Не сен? Береш мен ұста. Ай, төбелесіп жатыр, достар. Мен жеңе алмайсың бәрібір. Айттым ғой жеңе алмайсың деп. Маған бәрібір. Тоқтаңдар. Не? Болды. Не үшін ұспандар? Мен онсыда кетемін ғой, мен қайтесіңдер? Мә, ал кофеңді. Сен де сағызыңды ал. Мен сен тек қана екеуін түсінесіңдер. Тоқта, сонда сен екеуміз таңдай алмайсың ба? Жоқ, мен екеуімен де дос. Сенмен де анамен де жақсы араласам. Бірақ сені кешірем. Бәріне сен кінәлісің. Жарайды, Аружанды ала бер. Маған бәрібір.